Қазақтың үш бәйтерегінің бірі, жыр құлагері атанған ақыны, қазақ кеңес әдебиетінің негізін қалаушылардың бірі Ілияс Жансүгіров. Ілияс Жансүгіровқа жетісу өңірі ақындарының шығармалары ерекше әсер етіп, ақындық дарынының жетілуіне ықпал еткен. Ілияс Жансүгіровтың ерекше жырлаған тақырыптарының бірі өнер тақырыбы. Ақын өнердің мәңгілік қасиеті мен қуатын өз шығармаларында терең әрі көркем бейнелей білді. Бұл тақырыпқа арналған өлеңдерінің бірі домбыра өлеңі. Тарт күйіңді домбыра, төгіл тәтті күй, тау суындай сылдыра. Желпін жел соқтыр, тауда тұман тұрмасын, көкте бұлт быдыра. Тыңдамаған қоймасын, ойды қырды қыдыра. Құлшына тарт домбыра. Екі желі үш қазық, 9 ноқта домбыра. Ойнатайын 10 саусақ, құлындайын құлдыра. Бозда бота күй, қашағанды қудыра. Құлшына тарт домбыра. Еңбек елдің күйші сау, құлағымды қиқулат, көңілімді қандыра. Тәтті күйге тарт, көргеніңді күй қыла. Құлшына тарт домбыра. Еңбек елдің жыршы сау, жанымды бір жадырат, көкейіме қондыра. Тәтті әңгіме айт, жаңа өмірді жыр қыла. Шежіре шежен соңғыла, құлшына тарт домбыра.